О, шал! Жайлауды тапқан екенсің, малыңды басқа жерге барып бақ. Бош жатқан жер емес пе? Бос емес, бұл жерді мен сатып алғам. Жаздай құр жатқанша шөп жинамайсыңдар ма? О, ата, балдарыңды басқа жерге барып бақ. Мына жердің бәрі менің жерім. Бар басқа жақ. Ассалаумағалейкум, ата. Қалыңыз қалай? Уағалейкум ассалам. Шүкір, Алла деп. Бүгін ерте қайттыңыз ғой. Не болды, ата, көңіл күйіңіз жоқ қой? Шөп қымбат, мал бағатын жер қалмады. Өзеннің арғы жағы да, бергі жағы да, бәрінің иелері бар. Расымен де, ата, енді ауыл айналасында жайылма аз екен рас. Сен әкімшілікте істейсің ба? Осы мәселені шешпейсіңдер. Енді, ата, біздің де қолда емес. Бірақ мынау жайылымды көбейту үшін пайдаланбайтын жерді мемлекетке қайтару жұмыстарын жасап жатырмыз, ата. Бұйырса, мал бағатын жер табылады. Осы мәселені шешетін адам бар ғой. Болу керек. Иә, бар ғой. Сен тұра тұршы. Мен қазір келейін ба? Тұр. Ата? Қазір, тұра тұр кішкене. Міне. Бә, мынаны сол мәселені шешетін адам бар. Жоқ, ата, андағыз енді. Жоқ, ата, болмайды. Болады. Осының ішінде сол мәселені шешуге жарайтын дүние бар деп ойлаймын. Мынауыңыз енді, ата, сәл жұқалау екенді. Сен ашып көрсеңші. Қаз ма? Көр.